Талас ауданы Қаратау бөктерінде Қызғалдақ фестивалі өткелі жатыр. Қызғалдаққа өте көңіл бөлу керек. Бұл тек қана көрініс емес, бұл көктемнің символы ғой. Қазақ даласымен байланыстыру үшін неге әлі күнге дейін бренд жасай алмай жүрміз? Интервью алмайсыңдар ма деп па? Интервью алайықшы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көліктердің бәрі тіреліп жатыр. Бұзылып жатыр. Капот ашық тұр, қараңыз. Біраз қызық бар алда. ECB ауылының экономикасы біраз дамып қалатын бұл туристер келіп ше. Халық ортасындағы тәртіптен қиын ғой, қарасаңыздаршы. Журналистерге жаңа айтып түсіндірдім. 20 автобус. Одан не қаймай бұл? Афинамай. Бұл енді новый рекордқа біз жасап отырмыз. Талас ауданы Қаратау бөктерінде Қызғалдақ фестивалі өткелі жатыр. Соған осынша адам болып Тараздан шықтық. Қазір ECB ауылына тоқтадық. Әрі қарай жол нашар болу керек, автокөлік ауыстырып жатыр. Кеттік, бізбен бірге болыңыздар. Осы көруге келдік, мынау Қызғалдақ фестивальдер. Аха. Халық көп. Мына жерде екі дәретханаға очередь болып жатыр. Қазір Қызғалдақ фестиваліне жеткенге дейін біраз қызық бар алда. ECB ауылының экономикасы біраз дамып қалатын бұл туристер келіп ше. Халық көп, қараңыздар. Бір ауылға осынша турист келіп, экономикасы көтеріп кетеді. Короб арқалаған, сумка арқалаған кісілер, бұл кісілер қазір тауға бар. Сауда-саттық жасайтын кісілер ой деймін. Кәсіпкерлердің дәурені жүріп тұр ғой. Кеттік, көрейікші бағаларын. Саламатсыз ба? Айран ба? Айран. Салап ондай жоқ па? Ашымық бар. Нешеден ашымық? 200 теңге стакан. Күшті? Беріш бір стакан. Не? Килограмм 4 теңге бар. Не бар 200 теңге? Бұл кісілерге рахмет, бағаны көтеріп жатқан жоқ, көп халық келіп жатыр деп. Өзіміз өндірген нәрселер. Не оласыз? Не оласыз көже? Соны алдыңыз ба? Бауырсақ, пирожки ма, средство қазір? Мұнда сет тартпайды ме? Қандай? Теле2. Теле2 онша емес. Берейін деп. Қазір бөрмейін. Сізге наличке бересіңші. Күннің ыстығында, мынандай халықтың ортасында, бір сөзбен айтқанда айдалада көше жүрген бөлек болмайық. Пазик дейтін бе еді, сондай емес пе ол, Халық ортасындағы тәртіптен қиын ғой, қарасаңыздаршы. Біз барамыз деген толып қалып отыр, автобус анда барамыз, мұнда барамыз. Көке жалпы қанша пазик жүріп отыр, қанша автобус жүріп отыр? Қанша автобус жүріп отыр? Пазик тауға қарай. Ал? Біз журналистеріміз ғой, журналистердің бәрі шақырдық. Журналистерге жаңа айтып түсіндірдім. 20 автобус. 20 автобус жүріп жатыр ма? Қош па? 50 Нива. 50 Нива. 50 Нива жүріп. Қазір жолда просто жаңа 1-2 автобус. Енді темір ғой. Иә. Жоқ, дұрыс қой енді, сол халыққа біз басу айтып түсіндірейік те. 30 автобус 40 Нива жүріп жатыр. Тұрып қалды, сол автобуста қалған халықтарды ары қарай жеткізіп жатыр Нивалар. Қазір бәрі келеді, келгеннен кейін жеткіземіз. Жаңа автобус соңына дейін барады ғой, Барады. Болды. Ол да барады, қазір келгендердің бәрін жіберіп жатырмыз ғой енді. Оның үстіне жаңаға қауіпсіздікті сақтап жатырмыз. Дұрыс. 20 адам орынға отыратын адамдар. Өте дұрыс. Тұрып тұрса, анау машина бүйтіп шайқалуы мүмкін. Әрине. Қауіпсіздік туындауы мүмкін. Сол себептен сондай мәселелер болады. Дұрыс. Тамаша. Қытайдан келген турист, Жоқ, бұл инвестор кісілер. Инвестор кісілер, Көңілдеріңізден шығып жатыр ма ұйымдастырушылық? 저 저서는 제가 진심적으로 호단이 하나이 뭐
非常满意。 иә өте қуаныштымын өте жақсы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр дейді аха бізде осы іс-шарадан кейін не өзгерістер болуы мүмкін деп ойлайсыз 他说从经过这次的这个活动你以为会大家这个本地的这个印象会有多大 我看到这个我们有很多中国的投资者过来了，然后有很多本地的民众也来参加了，说明这次活动呢很有意义，大家能够非常喜欢这次活动。 бұл жолғы қимылға байланысты біз қытайдан келген көп инвесторлар да осында келіп көріп жатыр дейді және де мына жергілікті халықты біз де көріп тұрмыз өте саны өте көп бұл жолғы бұл жергілікті халықтың жергілікті осы мемлекеттің қаржысына ол үлкен әсер етеді дейді туристік яғни экономикамыз дами ма иә экономика 他说就是对这个经济的影响会有什么这个多大的影响 这个我相信呢，这次活动呢会对当地呢会带来非常大的影响的。 бұл жолғы ұйымдастырған бір қимыл бұл жергілікті экономикаға үлкен әсерін тигізеді деген ойдамыз. көп рахмет 你们不采访我们公司吗？ көңілдеріңізде шығып жатыр ма түсіністікпен қарауға болады ма әпке болады иә әрине адам көп көп халықпен жұмыс істеу оңай емес иә оңай емес көп рахмет түсінгендеріңізге Интервью алмайсыңдар ма деп па? интервью алайықшы көңіл күйлеріңіз қалай Жақсы. барлығы жақсы ма саудаларыңыз жүріп жатыр ма сіздерге көп рахмет бағаны көтермей осылай тұрақты жүйелі қылып ұстап жатқандарыңызға жағдайын ойлауымыз керек қой. әрине тамаша Бұл жерге де оңай емес ол Түркияда анаяқа шығу керек. азында қаншадан бері дайындалып тұрсыздар Біз 6-тан бері таңғы 6-тан. мынаны өздеріңіз құрып алдыңыздар Қолдан құрдық. әкімшілік рұқсат берді Әкімшілік рұқсатын берді. тамаша керемет Осы ауылда осы жерде қызмет істейміз, осы жерде жұмыс істейміз. Бір мекемеде істейміз. ой тамаша керемет істеріңізге береке берсін мейрам сайын пісіресіздер тәжірибе бар дейсіз ғой тәжірибе бар етті қолдан өзіміз жасаймыз аха шашлыкке заказ бар заказ бар көп рахмет үйден де алады бұл кісілер болмаса айдалада аш қалатын еді қой шашлықтың дәмін енді айта алмаймын бүйтіп ауылдағыдай өзіміз тураймыз да бетіне себеміз да мощно бұл кісілер бағаналы бері қызметте тоқтатып халықты сауып жіберіп жатыр рахмет сіздерге көліктердің бәрі тіреліп жатыр біз мына жақта асты биік машинамен тәжірибесі бар кісі айдап жүргізуші болғаннан кейін келе жатыр бұзылып жатыр капоты ашық тұр қараңыз арка жасақ қойыпты алты баған кеттік ары қарай биелер қой байлап қойыпты олардан қателеспесем біраз уақыттан қымыз сауады мына жерде Тараз қаласы әкімдігі тіккен 4 киіз үйде дастархан жайылып түрлі тағамдар жайнап тұр құстың сүтінен басқасының бәрі бар ол жерге инвестор бар жаңағы атқамінерлер сол кісілер отырады басқа киіз үйлер көрейік ішінде не бар екен ұлттық дәстүрлі қолөнерлер үйі дейді тура наурыздағыдай ғой ассалаумағалейкум саламатсыздар ма қалайсыздар киізсіздер бастыңыздар ма қаңыстырып кетесіздер ма қанша уақыт бастыңыздар қанша уақыттарыңыз кетті қанша адам жұмыс істедіңіздер еңбектеріңіз енді негізі 100 адам жұмылып істедік о аха мынау бетіндегі мынау сөздері мына гүлдері ол талдырма дейді талдырма қылып басып сосын қиып гүл қылып бетіне тікті мынау астындағы мынау ақ киіздер бұлар негіз бұның бәрін мына бір квадраттан кәдімгі білектеп бұрынғы апаларымыздың әдісіменен ыстық суменен құйып
басып, одан кейін бәрін біріктіріп осы жерде қазір бітірдік. Қанша уақыттарыңыз кетті ол? Где-то 1-2 ай ма? Ага. 3 ай 100 адам Иә, бірігіп жұмыс істедіңіздер. потому что ауа райына байланысты кебу ұзақ болды, одан кейін физический труд дейміз ғой. Керемет, қолдарыңызға жетпелмес. Бұл сіздер басқармадан әлде Біздің Тараз қаласы қазір қолөнершілер қаласы болып бекітілді ғой Қазақстан бойынша. Сондықтан осы Қазақстанның шебер апалары бірігіп 100 адам болып бірігіп істедік. Бұл жерде қолөнер бірлестігі, сосын тағы шебер шаңырақ, сосын тағы қандай еді? Тағы да бір бірлестігіміз бар, өшпес мұра. Сол 3 бірлестіктің қолөнершілері бірігіп істедік. Бұл енді новый рекордқа біз жасап отырмыз. Қазір енді бұны өлшеп, жаңағы Гиннес кітабына енеміз деген үмітіміз бар. О, керемет, тамаша. Қолдарыңызға жетпелмесін. Рахмет. Керемет. Гиннестер кітабына енеміз деп үміттеніп отыр. Тамаша. Ұйымдастырушыларды сынай бермей, еңбегінде атап өтейік. Қаладан қанша километрдан кейін, шақырымда жүріп өткеннен кейін тауға осындай сахна, керемет сахна құрылған. Бұл жердегі мұнда 100 адамның еңбегі көрініп тұр. Гиннестер кітабына енетін киіз үй басылған. 100 адам 2 ай бойы тоқтаусыз еңбек еткен. Апаларымыздың айтуынша Қызғалдақтарды қадағалаймыз ғой. қадағалайсыздар? Қадағалаймыз. Ана жақта қызғалдақтарды, өсіп тұрған қызғалдақтарды. Ешкім бас кетпеуін, ешкім жылмауын, соларды қадағалаймыз. Штрафтың суммасын айтты ма сендерге? Айтпады ма? Жақсы, рахмет. Сәттілік. Асық ату алаңына келдік. Көрейік. Асықшыларымыз, мергендеріміз атып жатыр екен. Бақан обед уақытында елге не беріп жатық та. Үлкен кісілерге ана сүрмерген деген жалғыз атысты көлденен қойып атсақ міне қазір шықты. Біз шығардым болды. Білмейді. Қоятырыз міне қазір сүрмерген атанды, бұл сондай әшін. Бірақ асықпен ойналатын ойын. Ал негізгі асық ату ойыны болып жатыр. Қазір бірге дейін обедке жіберіп, бірде қазір жалғасады. 3-ші айналым жалғасады. Жүлдесі қалай болды? Жүлде олы бізге айтылған білмеймін, бірақ 1-ші, 2-ші орынға қаражат. 3 орынға қаражат. Ақшалай қаражат. Садақ ату бұл жарыс басталып кетті ме? Жарыс басталып кетті қазір. 1-8 болып жатыр. 1-8 ойын. 40-қа жуық. 40-қа жуық адам қатысып жатыр. Жүлде қоры қалай болып жатыр? Жүлде қоры жалпы бұл жерде бөлінбеген, әйел ер деп барлығын айтуға мүмкіндік бар. Балуандардың белдесуі, күресі өтіп жатыр, қазақ күресі. Іс-шара қалай, ойдан шығып жатыр ма? Ұйымдастырушылық барлығы? Керемет, жақсы. Бәрі керемет. Қызғалдақ кілемдей жайылып, табиғатпен үндесіп тұр. Бұл тек қана көрініс емес, бұл көктемнің символы ғой. Қаншама халық, қаншама километрді артқа тастап, осы кереметті көру үшін келді. Қызғалдақты Голландиямен емес, қазақ даласымен байланыстыру үшін неге әлі күнге дейін бренд жасай алмай жүрміз? Дәл осы бастама соған жауап болар. Бұдан кейін тек қазақ даласымен байланыстыратын боламыз. Солай болғай.
şamdanlar. Biliyorsunuz 13-15 yüzyıllarda o dönemdeki zamanlarda evlerde elektrik yokmuş. Elektrikten yerine böyle lampalarda kullanmak. İdari lamba bu. Yani içine koyun yunun ve may ile araştırılmış. Қызғалдаққа өте көңіл бөлу керек. Өйткені бұл ғасырлар бойы сақталып келе жатқан нәрсе, біз ары қарай жалғастыруымыз керек. Бүгін облыстың табиғат пен мәдениетін тоғысқан жерінде ұйымдастырылған Қызғалдақ мұра халықаралық туристік фестивалі өз мәресіне жетіп отыр. Күннің нұрына шомылған Қызғалдақтар алқабы бұл тек табиғаттың көркісі емес, халқымыздың жүрегінде сақталған мәңгілік мұра, дала өркениетінің үнсіз шежіресі. Біз осы игі бастамамен табиғат пен ұлттық дәстүрлерді қастерлеу арқылы келешек ұрпаққа аманат болар асыл құндылықтарды ұлықтадық. Фестиваль аясында ғасырлардың сыр шертетін қызмұрындық дәстүрі қайта жаңғырып, ұлттық спорт сайыстарына жанкүйер болдық.